Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu алейкум, құрметті мұхтарам жамағат. Мына біздерді мұсылмандардан қылған, өмір берген, ризық берген, сансыз нығмет беріп жатқан Алла Тағалаға мақтау болсын, шүкіршілік болсын. Пайғамбарымызға салават сәлем болсын. Мына баршамызға осы бүгінгі жұма, және осы жұма күні келіп жатқан айт күні баршамызға берекелі болсын. 30 күн ұстаған оразаларымыз қабыл болып, осы бүгінгі күні баршамызға Алладан сыйымызды алуды, әжір сауабымызды алуды Алла Тағала нәсіп етсін. Біздің ежелгі ата-бабаларымызды осы күнді ерекше ыждахаттылықпен күтіп қарсы алып алатын болған. Сол бабаларымыз дінді бұл ұрпақтың рухани өзегі қылып қалдырған біздер үшін. Яғни өте біздің ата-бабаларымыз дінді бекем ұстаған жандар болған. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы ислам дінін ұстанып, оны тек қана бір құлшылық ретінде қараған жоқ. Ата-бабаларымыз дінін өмірдің салты ретінде, өмір сүрудің салты ретінде қабылдай білді. Яғни өмірдің негізгі бір ажырамас бөлігі ретінде қабылдады. Өйткені біздің ата-бабаларымыздың жүрегіне дін иманды ұялатты, олардың мінез құлықтарын көркейтті, және сол қоғамда әділдік пен мейірімдікті орнатқан осы дін болды. Яғни ең негізгі рухани негіз болған осы дініміз. Сондықтан да біздің халқымыз дінді тірегім, иман жүрегім деп айтқан болатын. Яғни дінді өмірдің ең басты тірегі ретінде түсіне білген біздің ата-бабаларымыз. Ислам діні қазақ халқының салт дәстүрмен біте қайнасып кетті. Яғни дініміздің ішіндегі кейбір жаңағындай жасалатын амалдар біздің қазақтың салт дәстүріне айналып біте қайнасып кеткен. Яғни қазақтың қанына сіңіп кеткен деп айтсақ та болады. Яғни содан кейін бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын асыл мұраға айналды. Мінеке ата-бабаларымыз дінді ұстану арқылы өзінің ұрпағына ізеттілікті қалдырды, өзінің ұрпағына үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйретті, мейірімділікке үйретті, жақсылық жасауға үйретті. Мінеке сауаптың не екен, обалдың не екенін сол дін арқылы үйретті. Осылайша дін біздің халқымыздың тәрбиесінің өзегіне айналып кетті. Өйткені ислам діні ол адамзатты әділдікке, жақсылыққа, мейірбандыққа, мейірімділікке, аманатқа адал болуға жаңағыдай үйрететін жол, үлкен бір жол. Мына бұл жөнінде қасиетті Құранда Алла Тағала былай дейді: «Инна Аллаха я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил қурба ва янха анил фахша'i вал мункар вал баги я'изукум ла'аллакум тазаккарун ва ауфу би ахдиллахи иза аахадтум ва ла танқудул аймана бa'да таукидаха ва қад жа'алтумуллаху алейкум кафила инна Аллаха я'ламу ма таф'алун». Расында Алла Тағала әділдікті, игі істі істеуді, яғни ихсан істерді жасауды, және туған туысқа қол ұшын беріп қарайласуды бұйырды. Сонымен қатар арсыздықтан, жамандық атаулықтан, және зұлымдықтан, яғни біреуге зорлық, зомбылық жасауға, біреуге зұлымдық жасауға, біреуге зиян тигізуге, кісі ақысын жеуден мүлдем тыйды. Ойланып толғансын, ғибрат алсын деп сендерге осылайша насихат айтып жол сілтейді дейді Құран аятында. Сондай-ақ серт байласқандарыңда Алланың сертінде тұрыңдар, яғни Алланың антымен оның құзырында берген серттерінде тұрыңдар дейді Құран аяттарында. Алланы кепіл ете отырып байлаған әрі мықтап бекіткен анттарыңды ешқашан бұзбаңдар дейді Алла. Шүбәсіз Алла Тағала не істеп, не қойып жүргендеріне толық білуші деп осы аятта айтады. Сондықтан осы аятта айтылған әділдік, ізгілік, аманатқа қиянат жасамау секілді, аманатқа адалдық секілді қасиеттер бұл біздің ата-бабаларымыздың өмір салтына айналып кеткен болатын. Және сол жай ғана өмір салты болған жоқ, бұл асыл құндылықтар болды біздің ата-бабаларымыздың.
Сондықтан біздің бабаларымыздан аманат болып қалған осы асыл дінді құрметтеу, оны дұрыс түсіну және оны дұрыс түсіндіру, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу, бұл біздердің мойнындағы міндет болып есептеледі. Яғни біз жақсылыққа үйретіп, жамандықтан қайтару бізге парыз болған сияқты, осы біздің ата-бабаларымыздан қалған. Солардың түсінігіндегі дінді, солардың түсінуіндегі дінді, яғни ұрпаққа жеткізу, өзімізден кейінгі бала-шаға, өзімізден кейінгі інілерге, соларға жеткізу біздің мойнымыздағы міндет болып есептеледі. Мына ата-бабаларымыз әділ бола білген. Әділдік бұл біздің бабаларымыздың аманаты. Олар әділдік сипатына өте қатты қараған. Әділдік ислам дінінің ең бір асыл құндылықтарының бірі. Алла Тағаланың да әділ деген сипаты бар. Яғни Алла барлық құлдарына әділ. Ата-бабаларымыз осы әділдікті өмірлік ұстаным етті. Және сол әділдік арқылы ел ішінде татулықты, бірлік сақтауға ерекше мән берді. Осы әділдік арқылы қазақ халқы бір қай заман болмасын әділдікті жоғары бағалады. Егер дау-дамай туған болса, сол халықтың арасындағы билер сол әділдікті ту етіп ұстаған болатын. Жаңағындай сол әділдіктің шеңберінен шыққан жоқ. Сондықтан халқымыз тура биде туған жоқ деп айтқан болатын. Яғни тура сөйлейтін, басқалардың біреудің жаңағындай ойына мініне несіне қарамайды, жаңағындай біреуді туыс деп, біреуді алыс деп алаламайды, бөлмейді. Сондай биде туған жоқ деп айтып, яғни туысқан жоқ. Олар қандай жағдай болмасын тура сөзді айтатын, әділ болған. Туғанды биде иман жоқ деп айтқан. Яғни өзінің туғанын, өзінің жақынын ғана жақтап тұратын биде, ондай бидің айтқанын сөздерінде қателік бар, ондай биде иман жоқ деп те айтып жатқан екен. Сондықтан да біздің ата-бабаларымыз әділдікті адамдықтың ең биік өлшемі деп қараған болатын. Яғни әділдікті сол бір адамгершіліктің биік өлшемі ретінде қарастырған. Шын мәнінде бұл әділдік қоғамның тыныштығы мен тұрақтылығының негізі, ең бір негізі әділ болу. Сондықтан әділдік бар жерде әрқашанда сенім болады адамдардың арасында бір-біріне деген бірлік пен береке болады. Сол үшін ата-бабаларымыз осы ұрпағын әрқашанда адалдыққа, шыншылдыққа, әділдікке үйретіп отырған. Әділ болуды осы кісіліктің басты өлшемі ретінде қараған. Ал енді қазіргі заманда көзімізбен көріп жүрміз. Осы әділдікті белшесінен басып аттап жүрген адамдар қаншама. Яғни әлсізді деп қарамайды, күштіні жаңа күшті деп қана сыйлап, яғни солардың сөзін сөйлеп, әлсізге жаңағыдай болыспайтын заман болып кетті. Алла Тағала әділдікті ұстануды әрбір мұсылманға міндет етіп бұйырды. Құранда я аyyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum awil walidayni wal aqrabayn дейді. Иман келтіргендер, Алла разылығы үшін куәлікке жүргенде тіпті өздеріңнің, ата-аналарыңның және туған туыстарыңның зиянына болса да дейді. Қараңыз, сол жақындарыңның зиянына болса да қара қылды қақ жарған әділ болыңдар дейді. Ниса сүресінің 135 аятында. Яғни өздеріңнің жақындарыңа зияны тиіп кетейін деп тұрса да дейді. Туған туысқандарың, тіпті ата-анаңызға дейді. Зиян тиіп кетейін деп тұрған болса, айтайын деп тұрған шындық сөзіңіз дейді. Шындықты айт деп жатыр да Алла Тағала. Әділдікті айт деп жатыр. Яғни оларға зиян тиіп кетпесін деп өтірік айтпа деп жатыр. Міне Алла саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады, расында бұл дүниеде әділдік танытқандар, олар Рахманның құзырында, яғни Алланың құзырында маржаннан жасалған мінберлерде тұрады деп айтқан екен дейді. Қараңыз, әділдікті сөйлейтін адамдар енді қазір бұл заманда әділдікті айту өте қиын. Яғни ол әділдікті айту, ол өте мықты адамдардың ғана қолынан келетін іс болып кетті. Мына халифа Омар ибн аль-Хаттабтың кезінде Мысырда Әмір ибн Ас, Алла оған разы болсын, сол кісі басқарады. Сол кісінің баласы болады, Әмір ибн Астың баласы. Бір күні сол мысырлық жігітпен ат жарыстырады. Сол кезде мысырлық жігіттің аты сол Мысырдың жаңағындай басшысының баласының атынан озып кетеді. Сол кезде әміршінің ұлы намыстанып әлгі мысырлық жігітті барып қамшымен салып жібереді. Яғни мен әміршінің баласымын ғой,
неге менен озып кетесің деп те жаңағыдай. Сол кезде бұл жігіт осы ісін әкесінің билігіне сеніп дейді. Әкесінің басшы болғанын арқаланып солай жасаған болатын дейді. Кейін бұл жабыр көрген жігіт сол кісінің әкесі баласын ертіп Мәдина қаласына барып, осы болған жағдайда Омар ибн аль-Хаттабқа айтып жеткізеді. Яғни Омар ибн аль-Хаттаб мән-жайды тыңдап болған соң Амр ибн Асқа хат жаздырып, оны өзінің құзырына алдырады. Кейін барып Мәдинаға шақыртып алғаннан кейін Омар ибн аль-Хаттаб жаңағы мысырлық жігіттің қолына қамшыны береді де, өзіңді ұрған адамды сені қалай ұрды, сен дәл солай ұр деп әмір береді. Жігіт әміршінің ұлын жаңағыдай дәл өзін қалай ұрса, дәл солай қамшымен ұрған екен. Яғни өзіне жасаған әділетсіздіктің орнын толтырады. Сонда Омар, Аллахын разы болсын, егер сен Амр ибн Асты ұрсаң да, мен саған кедергі жасамас едім деп айтқан екен дейді. Қараңыз, әлгі мысырлық жігітке. Яғни оның әкесін ұрсаң да, мен кедергі болмайтын едім. Өйткені ол сені әкесінің билігіне сүйеніп тұрып ұрды деп айтқан екен да. Қараңыз, әкесінің билігіне сүйеніп тұрып ұрды. Сендер қашаннан бері құл еттіңдер адамдарды. Оларды аналары азат етіп туған еді ғой деген сөз айтты дейді. Қараңыз. Яғни Омар ибн аль-Хаттаб, яғни осы әділдікті өте мықты ұстаған сахабалардың бірі болды. Яғни бұл оқиға исламдағы әділдіктің қандай биік деңгейде тұрғанын көрсетеді. Біздің ата-бабаларымыз да осы әділдікті тек замның талабы ғана деп қараған жоқ. Ол дініміздің де, дәстүріміздің де өзегі деп қараған әділдікке. Енді ата-бабаларымыз ізгілік жолын ұстанды ғой. Сондықтан да жақсылық қылсаң, қайырымын өзің көресің деп біздің ата-бабаларымыз сондай түсінікпен қарады. Яғни жақсының жақсылығын айтып нұры тассын деп, жақсылық жасаған адамға өте биік деңгейде біздің ата-бабаларымыз биік деңгейде баға бере білген. Сондықтан мынау жақсылық жасаған, ізгілік жасаған бұл халқымыздың санасына сіңген асыл қасиет. Яғни сондай адамдар, ізгілік жолында болған адамдар, жақсылық жолында болған адамдар, бұл өте бір асыл қасиетті бойына сіңірген адамдар болып есептеледі. Және ата-бабадан қалған бұл рухани мұра ізгілік деген. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: «Уахсину инналлаха юхиббул мухсинин». Әрдайым жақсылық жасаңдар дейді. Алла Тағала Құранда әрдайым жақсылық жасаңдар, шүбәсіз Алла Тағала жақсылық жасағандарды жақсы көреді дейді. Яғни жақсылық жасаған адамдар жақсы көреді деп Бақара сүресінің 195 аятында Алла Тағала біздерге әмір қылады. Сондықтан Алла Тағала бұл аятта адамдарды тек қана жақсылық жасауға шақырып жатқан жоқ, әрбір жақсылықты шынайы ықыласпен жасауға шақырып жатыр. Яғни ихсанмен жасауға шақырып жатыр. Сол Алла жолында, Алла разылығы үшін жасауға шақырып жатыр. Яғни сол жақсылық жасағандарды Алла Тағала жақсы көретін жайында айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өзінің сөзінде айтады: «Ахаббун наси илаллахи анфаухум линнас» деп. Алла Тағала алдында дейді, адамдардың ең сүйіктісі адамдарға ең пайдалы болған деп айтқан екен. Яғни Аллаға жақын болған, Аллаға ең сүйікті болған құлдар ол адамдарға пайдалы болған адамдар деп айтқан екен. Сондықтан бұл пайда тек материалдық көмекпен ғана шектелмейді. Ол мүмкін біреуге ақыл айтасыз, мүмкін біреуге жаңағыдай бір іске көмектесесіз, мүмкін біреуге бір білім үйретесіз, мүмкін біреуге бір насихат айтасыз, біреуге дұрыс жол көрсетесіз деген сияқты жақсы істермен өлшенеді. Қазақ халқы осыны жоғары бағалады. Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін деді. Батыр болсаң, жауыңа найзаң тисін деп айтқан болатын. Яғни әрбір адамның бұл дүниедегі бір өзінің бір пайдасы тиетін жері бар. Соны Абай атамыз айтады: кетігін тапта барқалан деп айтады. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан дейді. Яғни бұл дүниедегі әрбір адам осы дүниені құрайтын бір жаңағыдай үйді бір кірпіштен құралатын болса, адам бұл дүниедегі адам да әр жерге келгенде өзінің бір пайдасы тиетін бір жолы болады. Туыстық қарым-қатынасты да біздің сақтады, біздің ата-бабаларымыз. Туыстық қарым-қатынасты сақтаудың өзі бұл біздің бабаларымыздың мұрасы деп білсек болады. Сол себепті халқымыз ағайын тату болса ат көп деп айтқан болатын. Яғни біздің
хакім Абай атамыз да адам баласын бірлікке, бауырмалдыққа шақырып отқан. Яғни сөзінде адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп айтқан. Яғни адам мен адам арасындағы мейірімнің қадірін осылай айрықша атап өткен болатын. Біздің ата-бабаларымыз туыстық қарым-қатынасты сақтаған. Яғни сол туыстық қарым-қатынасты сақтауды халқымыздың сан ғасырлық салт-дәстүрмен бірге қалыптастырып отырған. Яғни өздерінің ұрпақтарына, бала-шағаларына сол сипатты, сол жаңағыдай құндылықты бойына сіңіріп отырған. Яғни ағайынға қамқор болу, қиындықта қол ұшын беру, қуанышта да, қайғыда да бірге болу. Бұл қазақ қоғамында адамгершіліктің өлшемі болып саналған. Биік адамгершіліктің өлшемі болып саналды. Яғни осындай ізгі қасиеттер арқылы халқымыз берекелі қоғам құрған. Мінекей бұл туыстық жаңағыдай туыстық қарым-қатынасты жалғау, бұл жай ғана бір әлеуметтік бір қарым-қатынас деп қарамауымыз керекпіз. Бұл біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан қасиетті мұра. Біз осы нәрсені де біздің ұрпақтарымызға үйретуіміз керекпіз. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім туыстық қарым-қатынасты әдейі үзетін болса, ол адам жәннаттың да иісін иіскемейді деп айтқан болатын. Қараңыз, туыстық қарым-қатынасты үзбеу керек, керісінше жалғау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай жалғаған болса, біз де солай жалғауымыз керекпіз. Бұл туыстық қарым-қатынасты жалғау біздің ата-бабаларымыздың бойына сіңген қасиет еді. Яғни сол қасиетті олар ұрпақтарын ұрпаққа жеткізіп отырды. Ал енді қазір білесіз, айт күні нағыз сол туыстық қарым-қатынасты жалғайтын күн бүгін. Яғни айттап, туған туысыңызды аралап, көптен көрмеген туыстарыңызды барып көріп, айтпен құттықтап, жаңағыдай болмаса өзіңіз бір үстел шай дайындап, соларды айтқа шақырып деген сияқты осындай бір жақсы істерді істейтін болсаңыз, мінекей бұл сіздің сол туыстық қарым-қатынасты жалғағаныңыз болады. Мына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, Алла тағала жаратылысты жаратып тамамдаған кезде дейді, туыстық байланыс рахим, яғни Алланың құзырына келіп былай деп жалбарынды дейді. Я Раббым, бұл туыстық байланысты үзушіден сақтанып, сенен пана тілеушінің халі деп келді дейді. Алла тағала, сені жалғағанды мен де жалғайын, ал сені үзгенді мен де үзейін, бұған разысың ба дейді. Сонда туыстық байланыс әрине разымын деп айтты. Алла тағала ендеше бұл сен үшін деді. Содан кейін Алла елшісі қаласаңдар мына аятты оқыңдар деп айтып, Мұхаммад сүресінің 22-24 аяттарын оқыды дейді. Сол аятта демек сөздерінен тайқып, Алладан сырт айналмақ, және жер бетінде бұзақылық жасап, араларындағы туыстық қатынасты үзесіңдер ғой деп айтылады дейді. Алла тағала ондайларды рахымнан алыстатып, құлақтарын естімейтін, көздерін көрмейтін көрсөқыр етіп қояды деп айтады дейді. Осы аятта қараңыз, туыстық қарым-қатынасты үзгендерді өзінің рахымынан Алла тағала айырып қояды. Және құлақтарын естімейтін, көздерін көрсөқыр деп жатқаны бұл дүниедегі жаңағыдай ақ пен қараны айырылмайтын дәрежеге жеткізіп тастайды дейді. Алла тағала бізді ондайдан сақтасын. Біздің ата-бабаларымыз антқа адал болды. Яғни сөйлеген сөзіне берік болды. Ел ішінде емен ағаштың иілгені сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деп айтқан болатын. Сол үшін де біздің ата-бабаларымыз сөзге берік болуды өте жаңағыдай бекем ұстанған. Өйткені ата-бабаларымыз үшін ант пен уәде бұл жай ғана сөз болған жоқ. Бұл жігіттіктің өлшемі болды. Ар-ождан мен намыстың, иман мен адамгершіліктің айғағы болды. Яғни айтқан сөзіңізде берік болу. Сол үшін біздің ата-бабаларымыз айтылған сөз, атылған оқ деп айтқан болатын. Сондықтан да Алла тағала Рағд сүресінде айтады: «Аллазина юфуна би ахдиллахи ва ла янқудуна мисақ» дейді. Олар Аллаға берген уәдесін орындағандар, және берген сөздерінен айнымағандар деп уәдесінде тұратындарды Алла тағала Құран кәрімде жаңағыдай мадақтайды дейді, мақтайды деп айтып жатыр осы жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Маған 6 нәрсеге кепілдік берсеңдер, мен де сендердің жәннатқа кірулеріңе кепілдік беремін» дейді.
Яғни сөйлеген кезде шындықты айтыңдар дейді. Қараңыз, шындықты айтыңдар. Уәде берсеңдер, уәделеріңде тұрыңдар. Аманат алсаңдар, аманаттарыңды қайтарыңдар. Ұятты жерлеріңді сақтаңдар, көздеріңді төмен салыңдар, қолдарыңа ие болыңдар деп айтады имам Ахмад жеткізген хадисте. Яғни осының ішінде сөзге беріктік жөнінде айтып жатыр. Кімде-кім сөзіне берік болса, пайғамбарымыз айтып жатыр, мен соған жәннатқа кіруіне кепілдік беремін дейді. Сондықтан бұл антқа адалдық біздің ата-бабаларымыздың тазалығын көрсетеді. Ата-бабаларымыздың кісілік ұстанымының яғни көрінісін көрсетеді. Сондықтан құрметті жамағат, біздің ата-бабаларымыз ғасырлар бойы ислам дінін ұстанып келді. Оны ұрпағынан ұрпаққа біздерге аманат етіп қалдырды. Бұл дінімізді аманат етіп қалдырғаннан кейін біз оған қиянат жасамауымыз керекпіз. Сондықтан ата-бабаларымызды құрметтеу, олардың салған сара жолын қадірлеуіміз керекпіз. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, жаңағыдай «Валлазина жау мин ба'дихим яқулуна раббана ғфир лана вал ихванина аллазина сабақуна бил иман ва ла таджал фи қулубина илля лиллазина аману раббана иннека рауфур рахим» дейді. Өздерінен кейін келгендер Алла Тағалаға: «Уа Раббымыз, бізді және бізден бұрын иман келтірген бауырларымызды кешіре көр. Жүрегімізде иман келтірген жандарға деген жек көрушілік, өшпенділік сияқты жаман сезімнің оянуына жол берме. Уя Раббымыз, шүбәсіз сен өте мейірбансың, сондай жанашыр және ерекше мейірімдісің» деген сондай дұғаны біздерге Алла Тағала осы Хашр сүресінде 10 аятында үйретіп жатыр. Яғни біздерден бұрын өтіп кеткен біздің ата-бабаларымызға біз осы Алла үйретіп жатқан Құрандағы аяттар сияқты біз дұғада болуымыз керекпіз. Айша анамыздан жеткен хадисте айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сендерден өздеріңнен бұрын өткен бабаларың үшін кешірім тілеп, дұға етуге бұйырылғансыңдар дейді. Дұға етуге бұйырылғансыңдар. Алайда сендер оларды құрметтеудің орнына жамандап, тіл тигізіп жүрсіңдер дейді. Біліп қойыңдар, Алла елшісінің мен мына сөзін естідім дейді. Бұл үмметтің соңғы буыны алғашқы буынын лағнеттемейінше құрмайды деп айтқан екен дейді. Яғни кейінгі буын өзінің алдындағы буынды лағнеттемейінше жаңағыдай құрып кетпейді, жоқ болып кетпейді деп айтып жатырған екен. Сондықтан біз ата-бабаларымыз ұстанған осы ислам дінін бүгінгі ұрпақтың рухани өзегі деп біз білуіміз керекпіз. Біздің ата-бабаларымыз дінді қалай ұстанды, біз де иншалла солай бір олар қалай мықты ұстанған болса, біз де солай мықты ұстануға, олардан да мықты ұстануға иншалла әрекет қылуымыз керекпіз. Алла Тағала бізді ата-бабаларымыз ұстанған хақ діннен айырмасын иншалла. Алла біздің баршамызды тура жолда қылсын. Осы бүгінгі айт күніндегі айтылып жатқан, жұма күніндегі айтылып жатқан азды көпті насихатқа амал етуіміз нәсіп етсін. Бас аман, бауыр бүтін болсын. Алла Тағала мұсылмандарды, дінімізді мықты қылып, Алла мұсылмандарға береке, бірлік берсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осы айт күні баршамызға берекелі болсын. Тілеген дұғаларымыз, тілектеріміз қабыл болсын иншалла. Алхамдулилlah.